let's continue. Today we're going to talk about plural nouns. Let's continue. Давайте жалғастырайық. Бүгін бізде plural nouns. Plural nouns бұл көпше зат есім деген сөз. Көпше зат есім ағылшын тілінде негізі өте оңай да, бірақ та көбі айта берген бұрыс зат есім де бар. Яғни көп айтады ғой, етістік бар, еще бұрыс етістік бар деп, но ағылшын тілінде бұрыс зат есім бар, бұрыс несім бар, иә. Олар етістік сияқты өте көп емес, бірақ та онға жетпей бар, бірақ оны жаттауымыз керекпіз. Яғни plural nouns көпше зат есім бізде кішкене үлкейтіп жіберейін сіздерге. Regular nouns дұрыс зат есім, және irregular nouns бұрыс зат есім деп екі түрі бар екен. Бірінші біз дұрыс зат есімді айтып аламыз, сосын барып мен бұрыс зат есімге кірсем, жүре ма? Так, дұрыс зат есімге бірінші тек просто егерде car, book деген сияқты, бірінші просто ғана жай ғана s жалғау қоя саламыз. Car машина, көлік, cars көліктер, book кітап, books кітаптар, laptop, ноутбук, ноутбуктар, laptops. Бұл ешқандай қиындығы жоқ. Екіншісі, тағы бір нюанс бар бұл жерде. Егерде біздің сөзіміз ч, ш, с, о, x деген осы әріптен аяқталса, немесе мен тез жаттау үшін былай айтамын. ч, сокс деп айтамын. ч, сокс. Осы әріптерден аяқталса, зат есім сөздеріміз, зат есім сөздеріміз ч, ш, сокс деген аяқталса, онда біз оған yes жалғауын жалғаймыз. Мысалы, біріншісі a watch, a болу керек, a watch. Watch бұл қолға тағылатын сағат, иә? Егерде менде 4-5 сағат болатын болса, мен айтам, менде сағаттарым бар деген сияқты қолға тағатын сағаттарды айтамыз. Онда біз оған watches, es жалғауын жалғаймыз. Yes, жалғауын жалғаймыз. Енді мен қателескеттім де, просто оған s жалғауын жалғадым делік. Просто s жалғауын жалғадым делік. Енді мына сөзді оқып көрейікші. Бірге кеттік, давайте бірге оқып көрейік. Watch деп маған десеп тұр, қиын мынаны, 4 дауысыз дыбыс бірдей келіп тұр. Не алған сөз мынау деп шошып кетесің, Жоқ, бұны оқу қиын, бұл бізде қате, бізде болу керек watches. Яғни оқуға ыңғайлы, Келесі сөзіміз a dish. A dish бұл деген тағам деген мағынасы бар, еще ыдыс деген мағынасы бар. Мына жерде мен ыдыс деген мағынаны алдым. A dish бұл ыдыс, ыдыстар десем, dishes, yes жалғауы жалғанады. Енді мен қателесіп кеттім, просто s-тің өзін жалғадым. Енді мына түрін қараңыздар. Қалай оқимын мынаны? Dishes. Оқылу қиын, dishes. Оқылу қиын. Сондықтан оқылуға ыңғайлы болу үшін dishes деп оқымаймыз. Немесе watches деп оқымаймыз. Watches, dishes. Okay? Next one is glass. A glass. Бұл стакан, әйнек деген мағынасы бар, бокал деген мағынасы бар бұның деген. Мен бүгін стакан деген мағынасын алайын. Әйнектен жасалған стеклянный стакан. Енді стакандар ағылшынша болады glasses. Қайталаңыздар мен бірге. Repeat after me. Glasses. Мен шатасып кеттімде, просто s-тің өзіне жалғай салдым. Мынаны қараңыздар. Мынаны мен оқу үшін буксовать етуім керек. Glass деп тұрым керек. Мен сөйлесіп жатыр мен деген. Зуылдап ағылшынша сөйлесіп жатам да, glass деп тұрмаймын ғой. Мен тыңдап тұрған адам айтады, не оқып қалды деп. Заело, что ли, деп, Тоқта қалма, не оқып қалды мынау десе деп ойлайды шығар. Сондықтан жоқ, олай болмау керек. Біз сөйлеп жатырған кез, зуылдап ағылшын тілінде сөйлеп жатырған кезде тоқтамауымыз керекпіз, glasses деп айтып кетеміз, glad қылып кету керек былай. Келесі кетті Potato бізде картоп, коробка деймін тұрмын. Картоп, енді мен баған айттым, ч-дан басылады, міне watch'ты келтірдім. Ш-дан басылады, міне ш-ны келтірдім. S-дан басылады, міне s-ті келтірдім, Енді о-дан аяқталады, басылады деп, аяқталатын сөз. Potato, немесе potato деп айтады кейбіреулер. Potato, бұл картоп. Картоптар, potatoes. Es жалғауы жалғанады. Болмайды оған, s жалғауы болмайды.
Tomato, қызанақ. Tomato, помидорлар, қызанақтар десем tomatoes. Мен бірге произношение дұрыстап айтамыз. Бірақ мына жерде бір исключение бар. Photo деген сөз бар. Photo. Оған ес жалғау жалғанбайды, әс жалғау жалған. Неге? Не үшін деген сұрақ туындайды. Неге? Себебі photo деген сөз, ол сөзді осы 20-шы ғасырлары, 21-ші ғасырдың басында енді шығып келген технология дамыған кезде енді шыққан жаңа сөз. Негізгі сөзі photograph, бұрны қысқартып тастағанда, бұл как термин ретінде кіретте, ал енетте ағылшын тіліне и ол неге грамматика бағынбайды. Осылай кетеді. Келесі соңғы әрпі кс. Қараңыздар, кс дегенде уже с әрпі естеді, кс. Fox, түлкі, fox, түлкі. Бәріне болу керек басында. Fox, түлкі, түлкілер, foxes. И қараңыздар, мен шатастымда әс жалған жалға қойдым, и опять же мен қайтып бұрсауға етуім керек. Fox деп қалам. Келесі, box, қорап, ящик, жәшік, box, жәшіктер, қораптар, boxes. Опять же, мен егер шатасып, просто әстің өзін жалғаса, қайтып не тоқтап қалуыма тура келеді. Box болып кетеді. Окей? Да, түсінікті деп ойлаймын. Видеоны тоқтатып бәрін жазалым. Немесе мен бұл PDF-ті сіздерге жіберемін. Содан қарап асықпа жазаламыз. Бірақ та менімен бірге жарысып отырып жазбаймыз. Опять етем, жазбаймыз. Кетті, келесі тағы бір жалғанатыны бұл IS. IS бұл тек қана бірақ әріпте ғана жалғанады. Бұл Y әрпі. Біздің қазақ тілінде U әрпі, да? Ағылшын тілі бір жақсы, мына жерде біздің қазақ тіліне ұқсайтшы. Y әрпі, қазақ тілінде U әрпі дауысты және дауыссыз деп бөлінеді. Ағылшын тілінде де сондай. Дауысты және дауыссыз деп бөлінеді. Егерде дауыссыз болса, мына жерде төменде қараңыздаршы, дауыссыз болса, оған ешқандай қиындығы жоқ, просто әстің өзін жалғай береміз. Мысалы, play деп тұр ғой, біздің қазақ тілінде ау, бау, тау деген сияқты, да? Мысалы, тау деп алайыншы, тау деген. Адан кейін у келіп тұр, дауысты деген, дауыссыз болып кететін автоматты түрде. Сол сияқты ағылшын тілінде де сондай. Play, ойын, plays, ойындар. A key, кілт, біз өткен. Кілттер, keys. Toy, a toy, ойыншық. Бір ойыншық тек қана. Ойыншықтар болады toys. Окей, әс жалғау дымда өзгермейді. Енді Y әрпіміз бізде дауысты болатын болса, онда ол өзгереді, оның орнына IS. Y әрпі түсіп қалады, IS шығады. Мысалы, diary. A diary. Күнделік. Немесе, күнделік деген мағынаны білдіреді. A diary. Күнделіктер болады diaries. Айтылаймыз мен бірге. Diaries. Күнделіктер. Келесі сөз a country. Мемлекет, ел деген мағынаны білдіреді. A country. Елдер болады countries. Келесі сөз a city. Қала. A city. Қала. Қалалар. Cities. Қалалар деген мағынаны білдіреді. Оңай қоя, бәрі түсінікті деп ойлаймын. Бұны біз практикаға келген кезде көп практика жасаудың арқасында бұны біз неге қарапайым дүниеге айналдырып жібереміз. Окей? Кеттік онда енді irregular nounsқа кеттік. Бұрыс атесімге. Бұны мен бірге қайталап отырыңыздар. Произношение өте маңызды. Қайталап отырыңыздар. Бірінші сөз ер адам, мужчина. О, ағылшынша болады man. Болып қалады. Man. Ер адамдар болады men. Ер адамдар мужчины. Men. Көрдіңіздер ода? Келесі әйел адам. Woman. Әйел адам. Әйел адамдар, немесе әйелдер болады women. Айтылаймыз мен бірге. Women ағылшынша болады әйелдер деген мағынаны білдіреді. Келесі кетті a child, бала, балалар болады children. Адам болады a person, адам және тұлға деген мағынасы бар.
адамдар болады people. People. Ешқашанда peoples деп адамдар дегенде peoples деп айтпаймыз, değil mi? Peoples ол басқа халық деген мағынасы бар оның. Келесі кеттік. Аяқ немесе табанымызды айтамыз. A foot. Аяқтар болады feet. Тіс ағылшынша болады tooth. Сақаусызса болып оқылады tooth емес. Мысалы, мен мектепте tooth деп үйренген болатым, иә? Жоқ, олай емес. Tooth, тіс. Тістер болады teeth. Окей? Кеттік ары қарай. Тышқан болады a mouse. Тышқандар болады mice. Бұның алдына артикль. Мына сөздердің бәріне артикль қоймаймыз, потому что бұлар көпше түрде тұр. Мыналардың алдына қоямыз, окей? Келесі бұқа an ox. Кеу дауысты әріптен басталып тұр бұқа an ox. Бұқалар болады oxen. Осыны біз жаттап алуымыз керекпіз. Енді бұны шынымен жаттау керекпіз. Басқа сөздер емес, кәдімгі не істеуіміз керекпіз. Немесе мына PDF-тегі бәрін жазып аламыз да, плюс еще печать етіп, распечатка жасап, файлға сохранить етіп қойыңыз, как всегда сіздің шпаргалкаңыз болып тұру керек. Кеттік, енді өзгермейтін зат есімдері бар. Ол несі жекеше түрде сондай, көпше түрде сондай. Біріншісі бұл шаш. Шаш, бұл бір шаш болсын, көп шаш болсын, просто хей. Артиклі бұлардың алды қойылым. Хей деп айтпаймыз. Келесі марал дейі, маралдар дейі. Жалғау жалғамайды. Sheep, қой, sheeps деп айтпаймыз. Қойлар sheep, қалай береді. Fish, балық, балықтар fish. Boat. Оп-оңай. Мынаны шығарып аламыз, дәптерге міндетті түрде жазып аламыз. Ой, мен распечатка жасап алсам, онда не керек деген жоқ, олай емес. Мен алдыңғы сабақта да айтамын, адам жазған кезде мына саусақтарда миға неге тікелей баратын нейронды нелер бар, тамырларымыз бар. Жазған кезде ол сигнал беріп атады. Бүгін Ақмарал бізде бірдеңе жазып жатыр. Маңызды. Значит, мен жазып алуым керекпін деп. Өзіңізде соған деген әдемі бояп, мен көрдіңіз ғой да әртүрлі түскеймен не істедім, әртүрлі түспен жаздым да сіздерге. Бұл неге адам деген әртүрлі түс красочный болған кезде суретті біз жақсы көреміз ғой. Вот сол сияқты мынаны да әдемілетіп, сөйтіп істесеңіз, наклейка жапсырыңыз, маркермен істеңіз, дәптеріңізге. Сонда бұлардың бәрі айтады, Ақмарал деген бұның бәрін бояп жатыр ғой. Ақмарал наклейка жапсырып жатыр мына жерде. Значит, мен айтады, бұл нәрсе маңызды болғаны деп, оның бәрін естиді, ол ми деген есте сақтай бастайды. Okay, thank you very much.